Сәлем достар. Алақай, жаз келді. Жаз мезгілі барша балалар мен ата-аналар үшін өте керемет кезең. Жазда біз тек демалып қана қоймай, денемізді де шынықтырып, пайдалы өткізуге тырысамыз. Жазғы демалыс кезіндегі ең қызықтысы ол суға шомылу. Су біздің ажырамас досымыз. Сусыз тіршілік жоқ. Дегенмен суға шомылуда қауіпсіздік ережесін сақтамағанымыз үшін келеңсіз оқиғаларға тап болып жатамыз. Көрдіңіздер ме достар? Бұдан да басқа оқиғаларға тап болмас үшін суға шомылудың басты ережелерін есте сақтайық. Суға түскенде ата-анаңның немесе құтқарушының бақылауында бол. Күнге қатты күйіп қалмау үшін күннен қорғанатын крем мен жаздық қалпағыңды ұмытпа. Тайғанап, суға құлайтын жерлерде жүгіріп ойнама. Таныс емес аймақта сүңгіме, түбіне батып кетуің мүмкін. Дұрыс жүзе алмасаң, не мүлде жүзу білмесең, терең жерге енбе. Балдырлар қаптап өскен лайлы тереңге барма. Белгі қойылған жерден әрі аспа. Ақауы бар жүзу заттарын пайдаланба. Үрмелі матраспен алысқа жүзбе. Оның желі шығып кететін болса, су түбіне бірге батасың. Су астында қарсыласыңды батырып ойнама. Ол тұншығып кетуі мүмкін. Жүзу кемелеріне жақындама. Астындағы бұрандалар іліп тартып әкетеді. Қатты жел тұрғанда және толқын кезінде суға түсуге мүлде болмайды.